жауабын сұраған екенсіздер. Егер картина түрін көретін болсаңыздар, сіздер визуалсыздар, дыбыс ретінде еститін болсаңыздар, аудиал, дене арқылы сезетін болсаңыздар, кинестетиксіздер. Ал егер ешқайсысын сезбейтін болсаңыздар, онда дигитал бұл адамдарға өте қиын, терапия, проработка деген. Сондықтан да бұндай адамдарға арнайы жаттығу бар. Ол жайлы сіздерге арнайы гайд жасаймын. Егер активны болып, лайк басып, прикол жасап, достарыңызбен бөлісетін адамдарға ол гайдпен бөлісемін жақын арада. Сондықтан да белсенді болайық. Ал енді таза визуал, таза аудиал, таза кинестетик деген жоқ. Мысалға, сіз 70% визуал болсаңыз, 10% кинестетик, 10% жаңағыдай аудиал боласыз. Ең басты сізде қабылдайтын жүйеңіз қайсы, сол арқылы өткен тестте сіздер өздеріңізді анықтай аласыздар. Сондықтан сіздер үшін келесі аптада арнайы гайд жасаймын.